Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып оқушылары? Қазір бізде қазақ тіл сабағы. Тараудың аты ғарышқа саяхат. Тақырыбы сан есім. Оқу мақсаты: мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Біз өткен сабақта сын есім туралы өттік. Енді біз келесі сөз табы сан есімге тоқталамыз. Мына берілген мақалдардан сан есім тауып көрейік. Бірінші мақал: 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар. Сұрақ қою арқылы сан есім табайықшы. Қайсы сан есім? Дұрыс айтасың, 100 және 1000. Келесі мақал: жігітке 7 өнерде аз. Осы мақалдың ішінде сан есім қайсы? Әрине, 7. Келесі: бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық оңжаулық. Осы жердегі сан есімдер қайсы? Дұрыс айтасың, бірінші, екінші, үшінші. Енді сан есім туралы не білеміз? Есімізге түсіріп көрейік. Мына бейне жазбаға назар аударайық. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық.
Алайық. Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, інші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар. Ал енді оқушылар 51-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтін берілген, сол мәтінді көшіріп жазасыңдар және сан есімдерді тауып, астын сызу керек. Дескрипторге де назар аударып қояйық. Келесі 97-ші беттегі 52-ші жаттығудағы мәтінді оқып шығамыз. Және осы мәтінге сүйеніп, мына сөйлемдердің ақиқат не жалған екенін дәлелдеп айтамыз. Жерді айды айнала қозғалады. Айда жел соғып тұрады. Айда су болмайды. Ай аспаннан үнемі көрініп тұрады. Жерден айға қарасам, ай үнемі дөңгелек болып көрінеді. Айда кратерлер болмайды. Осы сөйлемдердің қайсы жалған? Қайсы ақиқат? Айтып көрейік. Жарайсыңдар. Келесі 53-ші жаттығу. Ребусты шешіп, шешуіндегі сөзге әңгіме құрап жазамыз. Бұл тапсырмалардың барлығын дәптерімізге жазайық. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.